Тек қазақтар ғана шай мен шайдың арасында шай ішеді деген елге тарап кеткен әзіл бар. Қонақтар кеткен соңында өзіміз отырып шай ішейік дегеніміз бар ғой. Біз неге көп шай ішеміз? Ішкенде де енді көп ішеміз, тіпті кей әжелеріміз шай ішпесем басым ауырады дейтін бар емес пе? Оның рас, жалпы адамдар шайды алғашында шипалы сусын ретінде іше бастаған. Мысалы, Қытай халық медицинасында шайды түрлі жағдайлармен уланған адамдарға ішкізген екен. Шай эмульсиясы ауыр тері сырқатына көмектеседі. Ауыр дене және у еңбегімен шаршап шалдыққанда жәрдемдескен. Кейінірек шайдың, әсіресе көк шайдың гипертония ауруына қарсы тамаша емдік зат екен анықталды. Бірақ бүгінде шай зиян деп жатады мамандар. Ол қаншалықты рас? Сюжеттен көрейік. У меня голова болит от твоей яичницы, я чай хочу! 2018 жылы еліміз 102 миллион долларға 28 мың тонна шай сатып алыпты. Кәдімгі өзіміз күнде ішетін қара шайға осынша қаржы жұмсаппыз. Оның көбі Кения мен Үндістаннан келеді. Сырттан тасымалданатын тауарға тәуелді болғанымыз сонша, басымыз ауырып, шөлдесек те шайдың көмегі мол дейміз. Осы қаншалықты рас? Бұл меніңше керісінше пікір. Ол адамдар үйреніп қалғандықтан, керісінше басы не үшін ауырады, ол жаңағы тәуелді болып қалғандықтан. Ол керісінше емес, сондықтан біз азайтуымыз керек мөлшерін. 1-2 күн тіпті мүлдем азайтып, жаңағы кофеин толықтай организмнен шығып барып, одан кейін жаңа бірте-бірте өзімізді жаңағы мөлшермен ішуге үйретуіміз керек. Өте көп түнге қарай тіпті ішуге болмайды. Шайды әр ел әр түрлі демдейді. Бір оған тұз салып ішсе, енді бірі сүт қатқанды ұнатады. Ал енді бірі қою қара шайды жақсы көреді. Ішек ауруы кезінде қара шай ішсе, құрамындағы микроэлементтер ішек инфекциясын сыртқа шығарады. Дегенмен шайдың адам ағзасына зияны да бар. Құрамындағы кофеинге байланысты болады зияны. Егер мөлшерден көп ішіп алатын болсақ, ол жаңағы біздің нерв жүйеміздің өте белсенді болып, ары қарай қайтадан керісінше тітіркенгіш болып, бас ауруына, үйреншіктікке дейін алып кетеді. Адам соған тәуелді болып қалады кофеинге. Және де асқазан ауыратын адамдарға да асқазан сөлінің жоғарылап кетуіне байланысты гастрит, язвалардың асқынулары болуы мүмкін. На востоке, что за жизнь без чайханы, что за жизнь без чайханы. Әрине, қай халықты болсын шайсыз елестету мүмкін емес. Алайда оны ішудің өзіндік тәртібін білген жөн. Мысалы, өте ыстық шай ішпеңіз. Оны құйған соң 5-10 минуттай суытып қою керек. Қышқылыңыз көтеріліп, өтіңіз толып кетпес үшін аш қарынға шай ішуден де аулақ болыңыз.